Армысыздар, құрметті өнерсүйер қауым. 22 наурыз ұлыстың ұлы күнін тойлау қарсаңында өткізіліп отырған шежіре күніне арналған ақпараттық тарихи сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Ру тайпалардың тарихын ұрпақтан ұрпаққа жеткізген, қалыптасқан ресми шежіре барлық халықта кездеседі. Шежірені шежіреші қарттар ауызша таратып отырған, сондықтан оны кейбір ғалымдар далалық ауызша тарихнама деп те әспеттейді. Жалпы шежірені жинақтаған көнекөз қариялардың көмегімен қазақтың ру тайпаларының өткені туралы біршама мәліметтер алуға болатындығы 18 ғасырда белгілі болды. 18-19 ғасырларда мұндай шежірелердің біразын зерттеушілер жазып алып ғылыми айналымға енгізген болатын. Алынған жинақтар шежіре деректері орта ғасырлардан бастап алатындығын, тіпті жекелеген нұсқалары адам атадан басталатындығын айқындады. Кейбір шежіре нұсқалары ортағасырлық деректемелерімен де ұштасып жатты. Қазақ шежіресінде тайпа ру аталардың таралуымен қатар, оларға байланысты тарихи оқиғалар, елдің қоныс аударуы, бір ел мен екінші елдің қарым-қатынасы, ол елдерден шыққан шешендер, батырлар жайлы әңгімелер қоса жазылады. Қазіргі таңда шежірені дерек көзі ретінде қарастырып, одан алынған мәліметтерге ғылыми пайымдаулар жасау, тарихи материалдармен байланыстыру біршама жолға қойылып келеді. Қазақ тайпаларының шежіресі өнер баспасынан бірнеше том басылып шыққан болатын. Алаш ғылыми зерттеу орталығында шежіре деректері жинақталып, қазақ ру тайпаларының нақты тарихы жан-жақты баяндалуда. Шежіренің қазақ қоғамындағы рөлі, одан алынатын құнды мағлұматтар тарихшы мамандар тарапынан зерттелу үстінде. Түркі, соның ішінде қазақ ойшылдары топтаған шежірелердің ең бағалылары Мұхаммед Қайдар Дулат пен Қадырғали Жалайырдың еңбектері болып саналады. Сондай-ақ Көшен Қарауыл шежіресі, Жәңгір хан шежіресі, Уәлиханов жазып алған Ұлы жүз шежіресі, Ниязовтың 300-дің шежіресі, Жантөриннің шежіресі, Потанин жазып алған Мұса Шұрманұлы шежіресі, Бөжейұлының қазақ шежіресі, Орта жүз және кіші жүздің шежірелері жалпы шығармалардың құндылығы болып табылады. Қазақ халқы балаға 7-9 жасында әкесінен бастап ағайын туысын, нағашы жұртын, алыс жақынды таныстыруға, ата тегін руын, ел жұртын білдіруге ерекше көңіл бөлінген. 7 атасын білу заң болған. Әкесі атасы балаға тегі 7 атасына дейінгі балаларының атын жаттатып қана қоймай, олардың қандай адам болғанын, ел жұрты үшін жасаған ерлігі, өнегелі істері жайында әңгіме еткен. Сол арқылы бала ата дәстүрін жалғастырса екен деген мақсат көздеген. Ел жұрт тарихын білу, ер азаматты ерлікке, елдікке, отан сүйушілікке баулайтынын білген болатын. Осымен 22 наурыз ұлыстың ұлы күнін тойлау қарсаңында өткізіліп отырған шежіре күніне арналған ақпараттық тарихи сағатымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Қазағымыздың шежіресін ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып насихаттай берейік. Аман, сау болыңыздар.